Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Нұрзат. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше торттардың бірі Наполеон тортының рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркелгеннен кейін қоңыраушаны басып қойсаңыз, алдағы уақытта шығатын басқа да торттардың, әртүрлі тағамдардың рецептерін жіберіп алмайтын боласыздар. Тортқа қажетті барлық заттарды мен видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын, сол жерден қарап аласыздар. Ең алдымен бізге осындай морозильникте қатып тұрған май керек болады. Онға аунатып отырып, теркадан өткізіп аламыз. Сол кезде майларыңыз езіліп кетпейді. Енді қолымызбен қатты езбей, жақсылап онымен араластырамыз. Бізде үгілмелі қамыр пайда болуы қажет. Енді осы қамырымызды илеуге қажетті сұйықтықты дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны жарамыз. Үстіне салқын су құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз және 1 ас қасық алмалы уксус, яғни 6% яблочный уксус қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, енді оны қамырымызға құятын боламыз. Сұйықтықтың барлығын құйып жібермейміз, кішкене бөлігін алып қаламыз, өйткені бізде сұйықтық кішкене артылып қалады. Сұйықтықты құйдық, енді қамырымызды тура видеодағыдай илеп аламыз. Кәдімгі 5 бармаққа илеген қамыр сияқты илемейміз, өйткені бұның құрамында май болғандықтан қолымыздың жылуымен езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан тек қана видеоға қарап жасап алыңыздар. Яғни ортаға қарай барлық қамырды жинайтын боламыз. Қамырды жинап болғаннан кейін пищевой пленкаға салып ораймыз және 5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бізде қамырымыз кішкене қату керек. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны 3 бөлікке бөлеміз. Осы 3 бөліктің әрқайсысын тағы да жеке-жеке 3 бөлікке бөліп шығамыз. Сонда бізде 9 қамыр шығуы тиіс. Біреуін алып қалып, қалғанын целлофанға салып, қайтадан тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді осындай пергамент қағаздың үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жайып шығамыз. Жаюға ұнды қолданасыздар және де осы пергамент қағазын айналдыра отырып жайсаңыздар, өте ыңғайлы, тез, жеңіл жайылады. Барлық корждарды осылай жайып шығасыздар. Коржды жайып алғаннан кейін 20 дециметрлік формамен немесе тарелкамен осылай дөңгелек сызып шығасыздар. Шанышқымен осылай шаншып шығамыз. Бұл бізде қамырымыз көтеріліп кетпеуі үшін. Қасындағы қалдығымен бірге корждарымызды пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Мінекей біздің әп-әдемі корждарымыз дайын болды. Енді кремін дайындаймыз. Қанттың үстіне жүгері немесе картоп крахмалын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қоспамызды жұмыртқаның үстіне салып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Жұмыртқалы массамызды араластыра отырып, ыстық сүтті кішкене бөліктен құйып отырамыз. Және араластыруды тоқтатпаймыз.
Бірінші бөлігін құйдық, енді екінші бөлігін құямыз. Қоспамыз бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Енді жұмыртқалы массаны осы сүттің үстіне толығымен құйып араластырып жібереміз. Оны отқа қоямыз. Оттың асты орташа болуы қажет. Үнемі араластыра отырып, крем қоюланғанша күтеміз. Араластыруды тоқтатпаңыздар. Қоюланғаннан кейін бірден алып тастаймыз. Крем тез суы үшін осындай жайпақ ыдысқа кремді салып шығамыз. Енді кремді тегістеп жайып шығамыз. Кремді жайып шыққаннан кейін үстіне пищевой пленканы ВКонтакте жабамыз, яғни бетімен бірдей ғып ауа қалдырмастай жабу қажет. Содан кейін кремді суытамыз. Толық суытқаннан кейін 1 сағат тоңазытқышқа салып аласыздар. Енді табиғи таза 33-35%-дық кілегейге салқын болуы қажет міндетті түрде араластыра отырып, 1 қасықтан салып отырамыз. Крем дипломат дайындаймыз, яғни пломбир кремі деп те аталады. Дәмі балмұздаққа ұқсас, өте дәмді крем. Бізде осындай қоюлау масса пайда болуы керек. Крем дайын, енді тортты жинауға кірісеміз. Менде барлығы 9 корж дайын болды. Енді коржымызды қойып, кішкене қолымызбен басамыз. Үстіне 2 ас қасықтан салып крем жағамыз. Егер кремдеріңіз аз болып жатса, онда тағы 1 жарты қасықтай салсаңыздар болады. Енді екінші коржымызды саламыз, үстін кішкене қолымызбен басып жібереміз. Дәл осылай крем коржбен барлық тортымызды жинап шығамыз. Төрт корждан кейін мен осындай кольцо кигізіп қойдым, өзінің формасын ұстап тұрсын деп. Өйткені біздің креміміз кішкене сұйықтау болғандықтан торт қисайып кетуі мүмкін. Бірақ кольцоны кигізу міндетті емес, өз еріктеріңізге қарай. Енді кольцоны алып, кремді жан жағына жағып шығамыз. Тортты 1 сағаттай суық жерге қойып қоямыз. Корждан қалған қиындыларды осылай қолымызбен үгітеміз. Өте ұсақ қылып жібермеңіздер, әдемі көрінбей қалады. Кішкене үлкендеуімен болса әдемі көрінеді.
Енді тортымыздың жанынан бастап осы крошкалармен әсемдеп шығамыз. Бетіне де осы крошкалардан сеуіп шығамыз. Қараңыздар, қандай әдемі, өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй жағдайында осындай әп-әдемі Наполеон тортын дайындап алсаңыздар болады. Егер де менің қолымнан келсе, сіздердің де қолдарыңыздан міндетті түрде келеді. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда қараушылардың 99% каналға тіркелмейді екен, сондықтан менің еңбегімді бағалап кетіңіз.